Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айнұр. Мен сіздерге бүгін макаронды қалай дәмді әзірлеуге болады, сол рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар: ет, макарон, жуа, сәбіз, әртүрлі дәмдеуіштер, томат пастасы, күнбағыс майы және картоп қажет. Және қызып тұрған пеште, яғни отта, қазанға күнбағыс майын құямыз. Және оның үстіне жуа мен сәбізді саламыз. Және қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің сәбіз бен жуа қызарғанға дейін араластырасыздар. Міне менде қуырылып болды. Енді оның үстіне ұсақтап туралған етті саламыз. Еттің басқа да түрлерін алсаңыздар болады. Менде бүгін сиыр етін пайдаландым. Сізде де басқа түрін алсаңыздар болады. Және осы орайда біз дәмдеуіштер саламыз. Яғни мен тұз бен бұрыш салдым. Басқа да дәмдеуіштерді пайдалансаңыздар да болады. Араластырамыз және үстіне 2 ас қасық немесе 1 ас қасық томат пастасын саламыз. Араластырамыз жақсылап. Және де 15 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Міне 15 минуттай өтті. Енді оның үстіне біз макарон саламыз. Макаронның да басқа да түрлерін пайдалансаңыздар болады. Негізі макаронның түрлері көп. Сізге қай макарон ұнайды, сол макаронды пайдалансаңыздар да әбден болады. Мен осы макаронды алдым. Енді оның үстіне картопты салам. Яғни картоп менде солонка тәріздес, яғни таяқша тәріздес турадым. Осылай салдым. Араластырамыз жақсылап. Енді оның үстіне су құямыз. Қайнаған су құямыз. Және де дәмдеуіштерді салуды ұмытпаймыз. Сізде де басқа да дәмдеуіштер пайдалансаңыздар да болады. Араластырамыз да үстіне кішкене су құямыз. Және дәмдеуіштер салып, бетін жауып қоямыз. 40-45 минуттай пісіреміз. Біздің макарондарымыз дайын болды. Өте керемет, өте әдемі болып шықты. Қазір біз тарелкаға салып көретін боламыз. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балықты алдын ала қуырып, қасына қойсаңыздар өте керемет болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер менің каналым ұнаса, міндетті түрде тіркеліңіздер.